Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен MySQL мәлімет базасынан мәліметтерді қалай шығаруға болатынын қарастыратын боламыз. Біріншіден біз өткен сабақтарда жасаған мәлімет базасын қолданатын боламыз. Ол видео туториал мәлімет базасы. Мен соған бассам өткен сабақта біз екі кесте жасаған болатынбыз. Біреуінің аты persons, екіншісінің аты users. Бүгін мен осы users кестесін егер мен ашатын болсам, users кестесінде менде үш мәлімет жазылған. Ол біріншісі міне user ID дейді, ID-сі, және ол username Асан, оның құпия сөзі бар, және адрес, мекен жайы осындай. Екінші бізде Темірлан жазылған, құпия сөзі осындай, мекен жайы мінекей көріп тұрсыздар. Және осындай бізде үш жазбамыз бар. Үш әртүрлі мәліметіміз бар. Сол енді біз келесі нәрсе ол компьютерға барамыз, диск C және XAMPP папкасын ашамыз. XAMPP ол менің мынандай бір программам. Осы XAMPP арқылы біз Apache MySQL FileZilla мен жұмыс істей аламыз. Сіз де орнатсаңыз болады, ол интернетте Google-ден жазсаңыз оп-оңай жазылып орнатылады. Бәрі де тегін. Енді сол XAMPP-ті орнатқаннан кейін сізде диск C-да XAMPP-тың папкасы пайда болуы қажет. Мен соны аштым. Сол XAMPP папкасының ішінде htdocs деген папкасы бар. Соны ашамыз. htdocs-тың ішінде өткен сабақта біз бір арнайы файл, бір папка ашқанбыз. Мен videos деген сол папканың ішінде менде бірнеше PHP файлдар жасағым. Соны бүгін басты бет деген файлын ашайын. Notepad++ арқылы ашам. Осы мінекей басты бет .php файлы. Енді осы жерге мен қазір кодтың барлығын жазатын болам. Ал бастайық. Алдымен PHP коды басталатын белгілеп алайық. Ол мінекей осындай үлкен кіші белгісі және сұрақ белгісі арқылы белгілеуге болады. Енді осының ішіне осы PHP кодының денесі деп қарастыруға болады. Және осы PHP-дің ішіне барлық PHP кодты жазсақ болады. Алдымен маған осы менің файлымды мәлімет базамен байланыстыруым қажет. Ол үшін MySQL Connect деген арнайы функциясы бар. Соны жазуым қажет. MySQL Connect және оның үш аргументі бар. Ал біріншісі ол қай хостингтің атын жазасыз. Менде ол localhost, демек осы компьютердің ішінде. Root деген бұл MySQL-ға кіретін кезде сіздің жаңағы лақабатыңыз, username дейді ғой. Сол, және мынау boss бұл пароль, құпия сөз демек. Құпия сөз менде жоқ. Негізі сіз алғашқы кезде XAMPP-ті орнатқан кезде PHP-MyAdmin-ға кіру үшін құпия сөз ешқандай болмайды. Егер сіз өзіңіз оны ауыстырмасаңыз, ол құпия сөзсіз болады. Енді келесі тағы бір функцияны шақырамыз. MySQL select DB. Демек MySQL select database деген функция. Демек енді біз мәлімет базамызды таңдауымыз керек. Мәлімет базамыздың аты мінекей video tutorial. Осында қалай жазылған, дәл солай осы жерге де жазамыз. Video tutorial. Окей. Так, жақсы. Енді жаздық. Енді біздің байланыстырдық
MySQL мен біздің мына файлды енді query демек сұрау, орысша айтқанда запрос дейді, сол запросты жазамыз. Query MySQL query запрос select запросын қолданамыз. Select жұлдызша деген барлығын деген сөз. Select деген таңдау. Сонда барлығын таңда деген сөз. Select all from'нан кейін кестенің атын жазу керек. Кестенің аты бізде мінеки users. Осы users кестесіндегі мәліметтерді біз шығарамыз келіп тұр. Select all from users. Жақсы. Ал енді біз циклды қолданамыз. While циклын. Мына жерге тағы бір айнымалыны жасайын. Row айнымалысын және оған MySQL fetch assoc деген арнайы функция бар. Assoc деген associative, демек ассоциативті массив. Ассоциативті массив сияқты қылып шығарады. Ол ассоциативті массив дегеніміз не десеңіз, оны мен басқа сабақтарда түсіндіретін боламын. Associative так, және мынаның ішіне енді біз мынау query айнымалымызды жазамыз. Демек міне мынау query, ол мінеки мынау. Сонда бірінші біз мынау сұранысты жасаймыз. MySQL мәлімет базасына және оны берген нәтижесі мына айнымалының мәні болып табылады. Содан кейін сол мәнді ол біртіндеп мынау функция арқылы біз мына жерге браузерға шығаратын боламыз. Енді echo row және мына row'дың ішіне мынандай төрт бұрышты жақша және оның ішіне мындай тырнақшаның ішіне енді біз мынау атрибуттарды жазамыз. Сіздің кестеңізде қалай жазылған, жаңағы кодқа да тура солай етіп жазасыз. Мысалы username, password, адрес бәрі кішкентай әріппен жазылған. Соны мен жазам. Username username нүкте, бұл біздің сцепление, демек қосуымыз. Және мына жерге тағы break HTML, бұл HTML-дің тегі break деген. Енді мына жерде username, мына жерде бізде password, және мына жерде бізде адрес. Тура кестеде қалай жазылған, осы жерге де солай жазасыз. Әнеки сақтаймыз. Ctrl-S. Тағы бір рет тексерейік. Мінеки адрес, password, мына жерде 300 болып кетіпті. Password, username, адрес, бір рет username, password, адрес бәрі дұрыс жазылған сияқты. Дұрыс. Енді сақтаймыз бір рет. Енді браузер арқылы ашамыз. Браузерге жазамыз алдымен localhost. Міндетті түрде сонан соң сіздің папкаңыздың аты, бізде ол videos. Міне менде дайын шығып тұр.
видеос папкасы. Сол видеос папкасының ішінде менде басты бет PHP файлы. Мінекей соны мен соған өтемін. Мінекей көріп тұрсаңыз, міне username барлығы шықты. Так, мынаның кішкене әдемілеп көріну үшін мынаны былай істесем болады. Мына жерге брейктен кейін тағы бір HR тегін қоссам, horizontal line деген тег, демек горизонтальды мынандаймен линиямен бөледі әр біздің деректерімізді. Мінекей username бірінші асан, құпия сөз осындай, адрес қабанбай стрит, міне одан кейін темірлан, одан кейін дастан және оның мәліметтері. Мінекей осылай мәлімет базасындағы файлдарының мәліметтерді шығаруға болады. Мына жерде тексеріп көрсеңіз болады. Міне бізде асан, темірлан, дастан және құпия сөздері. Міне соның бәрі мына жерге біздің браузерға шығып тұр. Бұл өте пайдалы функция. Мысалы сіздің мәлімет базаңызда мысалы бір продукттар болса, бір товарлар болса, соларды осы код арқылы осылай сіз шығара аласыз. Осы көргендеріңізге рахмет. Менің бейне каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.